Сәлеметсіздер ме, соқиғыш сынағында туылған жандар? Бұл сіздердің желтоқсан айына арналған астрологиялық жұлдызнамаларыңыз. Жылдың ең соңғы айына бүгін прогноз жасайтын боламын. Ең бірінші тоқталатын планета бұл Нептун планетасы. Енді Нептун бізде туманный планеталардың бірі. Ол осы уақытқа дейін, жаздың бірінші айынан бері осы уақытқа дейін бізде ретро болды, яғни артқа жүрді. Және ол осы 4 желтоқсан күні сіздердің екінші домдарыңызда разворот алып алдыға жүре бастайды. Екінші дом бұл бізде недвижимость, адамның доходы, адамның самооценкасы, адамның ресурстары, адамның комфортына жауап береді. Енді бұл жерге Нептун кірген кезде қандай да бір адамда иллюзия болады, яғни адам жаңағы ақша, қаржылық жағдайына байланысты бір иллюзиялар болуы мүмкін. Және осы кездері Нептунның екінші домға кіргені бұл адамға жаңағы ең бастысы бұл өмірде материальный жағдай емес, жаңағы адамның рухани жағдайы деген түсінік бергісі келіп тұр, Нептун. Яғни осы кезде сіздер жаңағы басқаларға көмектесу, жаңағы жағдайы жоқ семьяларға көмектесу, благотворительностьпен айналысуға өте қолайлы сәт. Егер өзіңіздің қолыңыздан келіп тұрса, артық нәрсе болып тұрса, неге бермеске, неге басқаларға көмектеспеске. Осы моментте Нептун сіздерден соны требовать ететін болады, яғни сондай жұмыстарға атсалысатын боласыз. Және осы кездері Нептун сіздерге жаңағы ақшаны қалай әкелсе, солай жібереді, яғни ақша қалай келеді, солай кетеді. Ақшаны судай жұмсауыңыз мүмкін осы кездеші. Яғни Нептун планетасы осымен өзінің жаңағы ақша маңызды емес деген жаңағы түсінігін сіздерге түсіндіргісі келеді. Нептун бізде жаңағы иллюзияның қиялы планета болғандықтан, осы кезде сіздерде жаңағы ақшаны дұрыс емес жолмен табу, жаңағы біреуді алдау арқылы табу, жаңағы тез, жедел жолмен табуға итермелейді Нептун. Бірақ әр нәрсенің өзінің жаңағы сұрауы бар дейді. Ол сіз егер сондай жолмен ақша табатын болсаңыз, жаңағы жедел біреуді алдай салып, немесе жаңағы көп қой сондай жұмыстар, сондай жұмыстармен сіздер осы уақытта ақша табам деген ойыңыз болса, ондай ойдан аулақ болыңыздар, өйткені әр нәрсенің қайтарымы бар, ол кәдімгі бумеранг да. Сондықтан ондай бір сомнительный жұмыстарға араласпауларыңыз керек. Және осы сіздердің екінші домдарыңызда Юпитер планетасы 20 желтоқсанға дейін осы сіздердің екінші домдарыңызда жаңағы Нептун планетасымен соединениеда болады. Ал Юпитер бізде всегда жаңағы краски добавляет, ол жаңағы сіздерге сондай бір авантюрный бір жұмыстарға араласуға ол итермелеуде мүмкін, яғни Юпитер бізде всегда расширять етеді көп нәрсені. Сондықтан осындай жұмыстардан абай болыңыздар, жаңағы Юпитер еще адамға жаңағы не береді ғой, күш береді, жаңағы оптимизм береді. Сондықтан сіз жаңағыдай бір жаман жұмыстарға араласып, ой, все нормально дегендей сөздер айтып, сөйтіп араласып кетуіңіз мүмкін. Сондықтан абай болыңыздар демекшімін. Енді осы айда сіздер үшін 12-ші дом маңызды болады. Өйткені 12-ші домда 5 планета болады, яғни планеталардың стелиумы болады. Енді қандай да бір домға жаңағыдай бірнеше планета кіріп стелиум жасайтын болса, міндетті түрде ол домның жаңағы значимости артады, яғни сіздерде бұл 12-ші дом болып тұр. Және ең бірінші болып кіретін планета 7 желтоқсан күні бұл Меркурий планетасы. Яғни Меркурий сіздердің 12-ші домдарыңызға кіргенде сіздердің артықшылықтарыңыз осы кездері творческий мышленияларыңыз болады. Яғни сіз осы кезде интуицияңыз мықты жұмыс жасайтын болады. Және жаңағыдай мышленияларыңыз міндетті түрде реалистичный болу керек. Өйткені 12-ші дом кішкене бізде қиялы домдардың бірі. Сондықтан кішкене қиялға батып кетпей, реальностьтан кетіп қалмаңыздар. Осы кездері
адамдарға да жанагы кандайдыр бир ситуацияларга да өтө сезимтал боласыз, жанагы губка боп боласыз деп айткым келип тур. Булайча айтканда жанагы любой адамдын жанагы бир энергетикасын, жанагы бир волнасын сиз сразу кагып аласыз, яғни мейлі ол негативный болсын, мейлі ол позитивный энергия излучать етсін, әйтеуір сондай энергияларды бірден өзіңізге сіңіріп алатын боласыз. Сондықтан осы кезде негативно настроенный адамдардан кішкене алшақ болыңыздар, көбінесе ондай адамдармен араласпаған жөн. Осы кезде жанағы сіздің интуицияңыз мықты жұмыс жасайды, сондықтан интуицияны да осы кездер дамыту керек адамға 12-ші домға кіргенде. Және осы кездері сіздердің жасаған болжамдарыңыз, мысалы сіз бір адам туралы ойыңыз, бәрі сізде тура болып шығады, осы кезде дөп үстінен түсетін боласыз любой ситуацияны. 12-ші дом бойынша енді сіздер көп сөйлесуге, басқа адамдармен қарым-қатынас жасауға особо осы кездер мұқтаж болмайсыз. Өйткені 12-ші дом бізде тайный дом, жаңағы ішке бағытталған дом, сондықтан сіздің ішкі состояниеңіз осы кезде маңызды болады, өзіңізбен өзіңіз қалып, жаңағыдай жұмыс жасау, өйткені 12-ші дом бізде тайный домдардың бірі. Және осы кезде сіздер жаңағы бір оккультный наукаларға көбірек мән беруіңіз мүмкін. Мысалы, жаңағы психология, жаңағыдай астрология, нумерология, немесе жаңа таро, осындай бір нәрселерге сіздің қызығушылығыңыз артады. Осы кезде сондай нәрселерді оқып, біліп, сондай нәрселер туралы ізденулеріңіз мүмкін. Өйткені осы нәрселер сізді қызықтырады осы кезде. Немесе жаңағы бұл 12-ші дом денсаулықтың да домы, яғни қандай да бір скрытный аурулар, яғни сіз білмей жүрген, сізге білдіртпей келген, білінбей келген вялотекущий бір аурулар болады, сондай аурулардың да домы, емханалардың да домы. Сондықтан осы кездері сіздер жаңағы денсаулығыңызға байланысты қандай да бір анализдар, бір нәрселер тапсыруыңыз, больницаға баруыңыз да мүмкін, немесе емханаға жату, профилактика жасауыңыз әбден мүмкін. Одан кейін 8-ші күні бізде полнолуния болады, яғни бұл сіздердің 5-ші домдарыңызда болады. Марс планетасымен, ретро Марс планетасымен соединениеде болады. Енді полнолуния дегеніміз всегда бір нәрселерді высвечивать етеді, бізге көрсетеді, осы күнге дейін біз жаңағы көрмеген нәрселер, или же көргіміз келмеген, или же байқамай жүрген бір мәселелерді көрсетеді. Яғни жаңағы ай планетасы бүкіл нәрселерді қопарады, былайша айтқанда на поверхность шығарады бәр нәрселерді. Сондықтан осы кездері Марс планетасы енді бізде ретро болғандықтан жаңағы арт жақ бұрынғы істеріңіз, 5-ші дом бойынша жаңағы балаларыңыз өтуі мүмкін, немесе бұл бір романтикалық сіздің жаңағы партнеріңізбен қарым-қатынасыңыз болуы да мүмкін. Мүмкін сіз өзіңіздің жігітіңізбен ұрсып қалған болсаңыз, немесе күйеуіңізбен ұрсып қалған болсаңыз, жаңағыдай осы кездері переоценка жүретсіздер, и осы полнолунияда сол достасу, достаспау жайында жаңағыдай бір решенияларды қабылдасаңыздар болады. Өйткені полнолунияда барлық картинканы полностью көретін боласыздар, яғни четко көретін боласыздар. Сондықтан осы кезде осы 5-ші домның темасына байланысты егер жаңағы решенияларыңыз болса, осы кезде жасаңыздар. Және де ол балаларыңызға байланысты болуы мүмкін, немесе балаларыңызды басқа жерге ауыстыру, басқа мектепке ауыстыру, немесе басқа садик, басқа жаңағы кружоктарға беру деген сияқты балаларыңызға байланысты қандай да бір решениялар жасауыңыз мүмкін. Және де осы кезде сіздер жаңағы өзіңіздің істегіңіз келіп жүрген, бірақ осы күнге дейін жаңағы шеше алмай, решаться ете алмай жүрген бір жұмыстар болады ғой. Ол 5-ші дом бойынша бұл қол өнер жұмыстар, яғни творческий жұмыстар, жаңағы мейлі ол сурет салу болсын, тоқыма болсын, или там қолдан бір нәрсе жасау, өз қолыңнан там, не знаю, бір сумка жасау, или же там бір күшті бижутериялар жасау, сондай бір жұмыстарыңыз болса, осы полнолуния бойынша сондай жұмыстарды істесеңіз болады. Және ретро Марс бойынша егер сіз бұрын бастап сондай жұмыстарды тастап кеткен болсаңыз, жарты жолда істемей, сондай жұмыстарыңызды жалғастыруға өте жақсы момент, полнолуния.
Одан кейін 10 күні бізде Венера планетасы екінші болып сіздердің жаңағы 12-ші домдарыңызға кіреді. Венера планетасы 12-ші домға кіргенде, 12-ші дом жаңағы тайный дом дедім ғой, яғни бұл жерде сіздерде бұрынғы тайный романдарыңыз, или же бұрынғы кездескен жігітіңізбен қайтадан, или бұрынғы күйеуіңізбен қайтадан кездесу жаңағыдай болады ғой, бір ешкімге айтпай скрытно кездесіп жүруіңіз мүмкін. Бірақ бұл отношения 12-ші дом бойынша иллюзорный болуы мүмкін, өйткені алдамшы болуы мүмкін, өйткені жаңағы 12-ші домда болғанда адам көп нәрсені дұрыс көрмеуі мүмкін, реальностьті кішкене перепутать етіп алуы мүмкін адам. Сондықтан бұл жерде сондай бір бұрынғы отношенияларыңызды қайтадан жандандырып, возобновлять етіп атсаңыздар, дұрыстап ойланыңыздар, өйткені бұл көпке созылмауы мүмкін, жаңағы сіз иллюзияда болғандағы жаңағы моментный бір слабость болуы мүмкін, сондықтан осындай жағдайлар болған болса, өте абай болыңыздар. Осы кездері Венера 12-ші домға кіргенде адам ішінен гармоничный болады, адам жаңағы табиғат, әдемілік, әсемділік, жаңағы көбінесе природаға барғысы келеді осы кездері. Сондықтан сіздің ішіңіз гармоничный болғаннан кейін жаңағыдай бір сондай бір старый отношенияларды кішкене қазбалап, соларға оралып жатуыңыз мүмкін. Сондықтан оралмас бұрын жаңағы әбден ойлану керек, ойлану керек. Және де жаңағы ретро Марс бар ғой сіздерде, 12-ші қаңтарға дейін жаңағы ретро Марс бар. Яғни ретро Марс деген жаңағы бұрынғы отношениялар болсын, бұрынғы жұмыстарыңыз болсын, бұрынғы нәрселерге көз жүгірту, анализ жасау. Сол кезде сіз сондай бір қате анализ жасап қоймаңыз, яғни өзіңізге дұрысын жасауыңыз керек. Кейін 20-ші желтоқсан күні бізде Юпитер планетасы 3-ші домға кіреді. Енді Юпитер планетасы 3-ші домға кіргенде барлығын расширять етеді. Бұл 3-ші дом бойынша, негізі 3-ші дом Меркурийдің домы ғой. Бұл жерде сіздерде жаңағы меркурианский бір контакттар ғой. Меркурий негізі бәр адаммен сөйлесу деген сөз, ол керек адамға, керек емес адамға, әйтеуір адамдармен бір контактта болу деген сөз. Ал Юпитер кірген кезде осы жерге мүлде басқаша болады. Бұл жерде сіз кез келген адаммен сөйлесе бермейсіз, өзіңіздің жұмысыңызға байланысты. Сізге конкретно бір септігі тиетін адамдармен ғана сөйлесетін боласыз, яғни өзіңіздің осындай сізге септігі тиетін контакттарыңызды көбейтесіз. Және осы 20-сы күні Юпитер Овен знагына кіреді, яғни бұл 12 жылдық цикл. Яғни Юпитер вообще бізде Юпитердің циклы 12 жыл, яғни ол қазір балықтар знагының ең соңғы градустарын жүріп жатыр, яғни аяқтап жатыр. Енді сіздерде еще 12-ші дом маңызды, осы жерде. Яғни сіздерде барлығына переоценка жүреді. Переоценка ценности дейді ғой. Яғни 12 жылдық цикл басталды деген сөз. 20-сынан бастап сіздерде 12 жылдық цикл басталады. Яғни жаңа этап басталды деген сөз. 3-ші дом бойынша көп сөйлесулер болады, яғни сіз осы кезде өзіңіздің жаңағы мышлениеңізді расширять етесіз. Мүмкін сіз осы кезде Юпитер бойынша жаңағы бір өзіңіз оқисыз бір нәрсе, немесе өзіңіз преподавать етесіз, бір нәрсе. Осы күнге дейін жиналған опыттарыңызбен бөлісетін жерлерде сөйлеуіңіз мүмкін, біреулермен бөлісуіңіз мүмкін жиналған опыттарыңызбен. Жаңағы біреулерді үйрету, біреулерге мұғалім болу, сабақ беру деген темаларда осы 3-ші дом бойынша өтеді. Осы кезде сізде жаңағы иностранный тілді үйренуліге деген құштарлығыңыз артады. Бізде Юпитер планетасы келесі 2023 жылдың мамыр айына дейін осы сіздердің 3-ші домдарыңызда болады, Овен знагында. Сондықтан осы кез жаңағы өзіңіздің интеллектуальный способностьтарыңызды үлкейтуге, расширять етуге таптырмас момент, Сондықтан осы кезді қолданыңыздар. 22-ші желтоқсан күні күн планетасы кіреді 12-ші домға. Күн планетасы 12-ші домға кіргенде адамның барлық энергиясы үш жаққа қарай бағытталады. Бізде күн планетасы энергия, адамның эгосы, яғни осы кезде үш жаққа бағытталып, үш жақтан адамда терең бір глубокий психологиялық бір
анализ жасайтын болады, іш жағына. Осы кезде желательно өзіңіз жалғыз қалып, уединенияда, адам өзі жалғыз қалғаннан энергия алатын болады осы кезде, яғни сізге жақсы әсер ететін болады. Жалғыз қалып, ойланып, өз-өзіңіздің ішіңізге үңілуге жақсы сәт, және осы кезде сіз өзіңізді тыныштандыру үшін бір сондай өзіңіз жалғыз қалғыңыз келу потребності болуы мүмкін. Осы кезде өзіңіздің интуицияңызды жаңағы күшейтуге таптырмас момент. Осы кезде сіздер жаңағы өзіңіздің ішкі меніңізбен қарым-қатынас орнатуға таптырмас сәт. Желательно здоровый образ жизни ұстау керек. Спорт, жаңағыдай дұрыс тамақтану міндетті түрде болу керек. Өйткені 12-ші дом бізде жаңағы емханалар, санаторийлар, жаңағы қандай да бір жабық учрежденияларды білдіреді. Сондықтан осы кездері денсаулықтарыңызға да көңіл бөлу керек. Өйткені 12-ші дом бізде жаңағы скрытый ауруларға да жауап береді. Адамға көрінбейтін, яғни сіз байқамайтын ауруларға жауап береді. Сондықтан желательно денсаулықтарыңызға да дұрыстап қарау керек. Өйткені бізде 6-шы дом, мысалы қарама-қарсы тұрған 6-шы дом денсаулықтың домы ғой. Ал 12-ші дом бізде жаңағы тоже денсаулыққа жауап береді, бірақ білінбейтін, көрінбейтін скрытый болезньдарға жауап береді. Одан кейін 23-ші желтоқсан күні Ай планетасы кіреді осы домға. Ай планетасы кіргенде новолуние болады. Яғни новолуние сіздердің 12-ші домдарыңызда болады. Негізі осы кезде сіздердің жаңағы скрытный способностьтарыңыз, өзіңіз білмей жүрген, жаңағы тайный дом дедік қой, жаңағы өзіңіз білмей жүрген, осы кезге дейін осознавать етпей жүрген, жаңағы мен істей алмаймын, мен қолымнан келмейді деген бір нәрселеріңіз судың бетіне шығатын болады. Яғни сіздің скрытый таланттарыңыз оянады. Скрытый таланттарыңызды көре бастайсыз өзіңіздің. Енді бұл новолуние сіздерде жаңағы ең соңғы новолуние 12-ші домда. Келесі новолуние сіздерде қаңтар айында уже 1-ші домда болады, яғни новый цикл басталады. Сондықтан осы 12-ші новолунияда барынша жақсы қарсы алып новолунияны, жаңағы жақсы бір гармоничный состояниеда өткізіңіздер. Соңғы планета бізде Сатурн планетасы. Сатурн қазір сіздердің знактарыңызда. Енді ол сіздердің знактарыңыздың соңғы градустарында қазір. Сатурн планетасы келесі жылдың наурыз айына дейін сіздердің знактарыңызда болады, одан кейін келесі знаққа өтетін болады. Сатурн негізі бізде сабақ береді, яғни жизненный урок береді адамдарға. Сіздің асцендентіңіз 19 бен 23 градус аралығында болса, Водолей знагының, сіздер әсіресе осы Сатурнның сабақтарын сезінетін боласыздар. Немесе туған күндеріңіз 9 мен 12 ақпан аралығында болса, сіздерге қатты әсер ететін болады. Яғни Сатурннан бір нагрузка түсетін болады сіздерге, яғни бір ответственность түсетін болады. Осындай бір салмақ түседі, сіздер соны сезетін боласыздар. Сатурн өйткені адамға сабақ береді, ответственность алуға мәжбүрлейді, қандай да бір форма жасауға, жаңағы структурированный болуға итермелейді. Сатурн, яғни жинақы болуға, жаңағы строгий болуға, өзің целдарыңды нақты, точно білуге, қай жаққа жүретініңді білуге, сондай бір строгий планеталардың бірі, мұғалім десек болады. Ол сіздердің осы знактарыңызда 7 наурызға дейін болады. Одан кейін барып, ол сіздердің знактарыңыздан 30 жылға кетеді. Өйткені Сатурнның бізде циклы 30 жыл, яғни 30 жылда бір келеді. Возвращение Сатурна деп айтып жатамыз, яғни возвращение Сатурнада қазір именно мынау 92 жылы туғандар, кімнің жасы 30-да, немесе 29-30-да, немесе 55 пен 60 жас аралығы, осы жас аралығында Сатурнда возвращение болады адамдарда. Яғни
адам 30 жылдық бір циклдан өтіп бүкіл өміріне анализ жасайтын кезде 30 жас деген. Осы кезде Сатурн өте қатты адамға нагрузка береді, яғни осы кезде адам ойланып, жаңағыдай бір жаңа циклға көшеді, жаңа 30 жылдық циклға көшеді. Сондықтан осы кезде Сатурнның сабақтарынан сүрінбей өту өте маңызды. Негізі планеталардың энергиясын пайдаланбау ол әр адамның өзінің қолында. Яғни адам өзі шешеді оны. Яғни Вселенная адамға сондай моменттар береді, ал оны қолданбау ол әр адамның өзінің қолында. Өзгерту, өзгертпеу, оны адам өзі біледі. Бірақ сондай возможностьтар адамға болады. Яғни мен сондай возможностьтарды сіздерге айтып отырмын, осындай болады деп. Сондықтан ол әр адамның өзінің қолында. Және бір айтып кететін жағдай, әр видеода айтамын, всегда өздеріңіздің асцендент знактарыңызды бірге қараңыздар. Өйткені асцендент знагы өте маңызды. Адам екі знагын бірге қарау керек, яғни солнечный знак мен асцендент знагын. Мысалы, көп адамдар өзінің тек қана солнечный знагын ғана қарайды, бірақ та бұл жерде міндетті түрде екі знакты бірге қарау керек. Мысалы, события жағынан көбінесе асцендент совпадать етеді. Егер өзіңіздің асцендентіңізді білмесеңіз, астындағы инфобокста телеграм каналыма тіркеліп, маған жазсаңыздар болады, мен сіздерге анықтап беремін. Ал егер білетін болсаңыз, міндетті түрде екеуін бірге қараңыздар, екеуі бір-бірін дополнять етеді. Енді осы айдағы планеталардың энергетикасын тек жақсы жағынан қолданыңыздар, өздеріңізге пайдалы жағынан қолданыңыздар. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Осы жылды жақсы аяқтап, келесі жылға тек жақсы көңіл күймен өтетін болайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.